Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма өте нәзік, өте тәтті, ерекше торттардың бірі Рафаэлла торт дайындадым. Алдағы уақытта менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай противень дайындап алдым. Пергамент бумагада, осылай фольгада жасап алыңыздар. Ол уақытта 1 сағатта тұру үшін қаймағымызды осылай марлыға сүзіп алатын боламыз. Ол бізге кремімізге алдағы уақытта керек, 1 сағат тұру қажет. Одан кейін жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды қосып миксерлеп аламыз. Миксерлеп жатқан кезде аз-аздан қантымызды қосып, осындай әппақ болып көтерілгенше істеп аламыз. Оның үстіне біз кукурузный крахмалымыз бен ұнымызды ситодан өткізіп, осылай жайлап төменнен жоғарыға қарай араластырып отырамыз. Қорықпай араластыра беріңіздер. Әбден ұнымыз бен крахмалымыз ерігенше араластырып алыңыздар. Әбден араластырып болған соң, жаңағы противенімізге құйып аламыз. Одан бұрын пергамент бумагамызды осылай жан-жағына қиып, тұрғызып, жабыстырып алатын боламыз. Ең ұшын осылай жағып, жабыстырып алыңыздар, өйткені біздің бисквитіміз өте жоғары болып піседі. Сондықтан ағып кетпеу үшін менікіндей жасаңыздар. Болған соң барлық бисквитімізді осылай құйып, 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Өте пышный болып шығады. Айтайтын жайт, пештің аузын ашпаңыздар. Өте керемет болып шығады. Бұны арнайы салафанда осылай орап, холодильнигіңізге 1 суткаға қойып қойыңыздар. Пропитканы қажет етпейтін өте керемет бисквит болып шықты. Менің рецептімен жасап көріңіздер. Енді бұл бисквитті осылай жіппен 3 бөлікке бөліп алдым. Сіздер де жіппен жасаңыздар, өте тегіс болып шығады. Жасап алғаннан кейін кремімізге кірісеміз. Жаңағы марладағы қаймағымызды миксерлей отырып, үстіне сгущенка құясыздар. Әбден миксерлеп алған соң, үстіне сливкемізді құйып, дайындап алдық. Өте жұмсақ, өте тәтті крем болып шықты. Енді жинауға кірісеміз. Жинаған кезде асы жылжып кетпеу үшін кішкене крем жақтым. Енді тегістеп жағып шығамыз. 2-2,5 ложкамен есептесеңіздер болады. Жан-жағын осылай істеп, ішіне орех қолдандым. Білесіздер, Рафаэлла орехы бар жанында. Сол үшін мен орехты осылай септім. Және де кокосовый стружкаларды ортасына 1 рет сеуіп шығуды жөн көрдім. Болғаннан кейін кремімізді біркелкі қылып жағып, оны тегістеп шығатын боламыз. Осындай шпательмен тегістеп шығасыздар. Өте ыңғайлы спашки. Тегістеп шыққаннан кейін үстіне кокосовый стружкаларымызды осылай сеуіп шықтық. Біркелкі қылып сеуіп болғаннан кейін жан-жағына да қолымыздың көмегімен біркелкі қылып сеуіп шығатын боламыз. Айта кететін жайт, осыны холодильникке салып, минимум 1 сағаттан кейін жіберсеңіздер болады. Ал сәндеп өз еріктеріңізде Рафаэлламен немесе менікі сияқты әдемі қылып сәндеп қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Менің YouTube каналыма кіріп, колокольды басып, подписканы басуды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа тәтті рецептер бар. Тәтті шай, Жаңыл Үсенқызы, ас болсын.